Бәріне сәлем. Бүгін мен Болашақ журналистің 5 қадамын өзімнің жобамды дайындау аясында көрсетемін. Ендеше, кеттік. Мен қазір халықаралық ақпараттық технологиялар университетіндегі студенттік өмір жайлы жоба жасаудамын. Ең алдымен жоба мақсатын құрамыз. Біздегі бірінші мақсат ол ақпаратты жинау. Кез келген жобаны бастамас бұрын журналист жасайтын басты қадам ол ақпаратты іздеу. Қазіргі дамыған заманда деректерді іздеуге түрлі қолжетімді ресурстар бар. Тек олардың шынайы әрі дұрыс екеніне көз жеткізіп, оқырманға тексерілген мәліметті жеткізу қажет. Келесі қадам ол бізде сұхбат. Қазір Сабина сұхбат алып жатыр. Сұхбат алудағы ең басты мақсат ол өзіңе сұхбат берушіні баурап алу. Себебі сұхбат беруші мен сұхбат алушы, яғни журналистің арасында белгілі бір сенімділік орнауы қажет. Келесі қадам бізде ол жазу стилі, яғни осының алдында жинаған бүкіл ақпараттарды өңдеп, оны сұрыптап, оны мәтін түріне айналдырамыз. Ең соңғы және ең маңызды қадамдардың бірі бұл біздің жариялайын деп отырған ақпаратымыздың медиаэтикаға сай келуіне көз жеткізу.